Сәлеметсіздерме, бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағытына арналып 4-ші тоқсандағы жиынтық бағаның тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде екінші нұсқа. Бірінші тапсырма: қанықпалы терминіне анықтама беріңіз. Қос немесе үштік байланыстардың болуына байланысты көміртек атомдары сутегімен толық қанықпау. Қанықпалы көміртектер қандай реакцияларға бейім? Мысал келтіріңіз дейді. Жоғары белсенді болады бұлар және қосылу реакцияларына бейім. Бутенді хлорлау реакциясына теңдеуін жазыңыз. С4H8 қосылған хлор 2, С4H8 хлор 2. Келесі тапсырма: кестені толтырыңыз. Полиэтилен түрлері берілген бізде ПНді және ПВді. Қабылдау кезінде температура 60 градус, ПВД-да 500 градус. Катализатор: титан хлориді, оттегі, пероксидтері. Физикалық қасиеттері: тығыздығы жоғары, қатты материал, балқу температурасы 135 градус. ПВД-дар: тығыздығы төмен, жұмсақ, мөлдір, 115 градуста балқиды. Келесі фракциялық ұғымына анықтама беріңіз. Мұнай мен газды бір-бірімен және бастапқы қоспадан температура шегінен қайнау нүктелері бойынша ерекшеленетін фракциялы физикалық түрде бөлу процесі деп аталады. Келесі тапсырма: крекинг түрлері мен сипаттамалы арасындағы сәйкестікті орнату. Бірінші каталитикалық крекингте процесс 470-550 градус температурада жүреді. Бұл термиялық крекингке жатады. Бөліну реакциялары мен катализаторлену реакциялары бар. Бұл каталитикалық крекинг. Крекингтің бензині детонацияға төзімділігі жоғары. Бұл термиялық крекинг. Процесс 450-500 градус температурада жүреді. Бұл термиялық крекинг. Табиғи немесе синтетикалық алюминий силикаттарының қатысуымен жүргізіледі. Бұл каталитикалық крекинг. Ауыр көмірсутектің молекулалары жеңілірек молекулаларға тарайды. Бұл термиялық крекинг. Келесі тапсырма: төмендегі заттардың құрылымдық формулаларын жазыңыз. Хлор пентин, CH қоспайлар С, CH2, CH хлор, CH3 бутин 2, CH3С қоспайлар CH2, CH3, этин, CH3 байланыс HC. Келесі пропеннің 3 химиялық қасиетін жазыңыз. Бірінші қосылу реакциясына түседі. Сонда 2 сатылы бастапқыда винил бромид, кейін дибромпропан түседі. Гидролену реакциясы, яғни сутекті қосу реакциясына пропин пропанға айналады. Үшінші тотығу процесі, яғни өртеу, көмірқышқыл газымен су түзіледі. Келесі тапсырма: кез келген екі фреонның химиялық формулаларын жаз. Фреондар жердің озон қабатында қандай әсер етеді? С2 трихлорметан, С4 тетрафтор метан. Фреондар атмосфераның жоғары бөлігіне өтеді. Олардың құрамында хлор, содан кейін озон молекуласын бұзады. Келесі тапсырма: радикалды галогендеу және галоген туындыларын алу үшін кеңінен қолданылады. CH6-ға бромдаймыз. CH5 бром және H бром. Брометан түзіледі. CH8-ді бромдағанда CH7 бром, бромпропан және H бром түзіледі. Келесі тапсырма: спирттер. Спирттер біріншілік, екіншілік, үшіншілік болып бөлінеді бізде. Біріншілікке этил спирті, екіншілікке пропанол 2, үшіншілікке 2 метил пропанол 2 жатады. Келесі тапсырма: спирттер тобының халықаралық номенклатура бойынша келесі атаулар беріңіз. Глицерин және этилен гликоль берілген. Глицерин формуласы CH2OH, CH2OH. Халықаралық номенклатура бойынша атауы 1,2 этан түзіледі. Этилен гликоль CH2OH, CH2OH, CH2OH. Халықаралық номенклатура бойынша 1,2,3 пропан триол. Келесі: алкогольдің адам ағзасына әсері. Денедегі зат алмасуды бұзады, психологиясына қатты әсер етеді. Келесі тапсырма: натрий фенолетінің құрылымдық формасын жазыңыз. CH5OH натриймен әрекеттесіп, CH5O натрий және сутек газын бөледі. Келесі тапсырма: фенолдың практикалық қолданылуы қандай? Медицинада антисептик ретінде, өнеркәсіпте пластмасс шайыр алуда, химияда фенол реактивін алуда, тұрмыста дезинфекциялау үшін ыдыс жуғыш, кір жуғыш құралдарды алуда қолданылады.